Қайырлы күн, қымбатты достар. Сіздермен бірге мен Салтанат Әбдіғали, Кітаптар әлемі интернет жобасының жүргізушісі. Бүгін мен сіздермен бірге кітап оқудың пайдасы туралы сырласқым келіп тұр. Мен ойлаймын, әрбір адам бірдеңені насихаттау үшін сол нәрсенің ең алдымен өзіне пайдасы қалай. Содан бастау керек сияқты. Атамның маған кітап оқу әдетін қалыптастырудағы әдісі қандай еді? Біздің үйде үлкен кітапхана болды. Сол жерден кітаптарды алып, дауыстап оқытып, жанымда тыңдап отыратын. Содан кейін айтатын: маған мына жерін түсіндіріп жіберші, түсінбей отырмын деп. Менің ол кітапты қалай санама сіңіріп түсінгенімді солай тексеретін. Кітап оқудың бірінші пайдасы адамның есте сақтау қабілетін жақсартады. Дәл қазір көпшілігіміздің, бәріміздің деп айтпай-ақ қояйын, есте сақтау қабілетіміз күшті емес. Қолымызда бір смартфон, ақпарат көп. Сондықтан біздің есте сақтау қабілетімізді жақсартатын бірден бір құрал кітап екенін біліп жүргеніміз абзал. Біздің оқушы кезімізде ұялы телефондар жаңадан шығып жатты. Адамдардың тізімін сақтаймыз ғой біз. Мен сол кезде көп кісілердің нөмірін сақтамай-ақ жаттап, ойша тере беретінмін. Кейде үйдегі үлкен кісілерде менен сұрайтын: Қазбек ағаңның нөмірі қалай еді деп. Әдебиетке әуес болып өстік. Абай оқулары, Махамбет оқуларына қатыстық. Көптеген байқауларға. Сол кезде өлеңдерді тез жаттауға да осы кітапты оқығанымыздың пайдасы тиді. Рухани ұстаздар айтады: адам өмірде кездескен кедергілерге төзімді болу үшін тәжірибелерден, сабақтардан өткені дұрыс дейді. Кітап оқу арқылы сіз көптеген тәжірибелерден өтесіз. Қалай? Кейіпкермен бірге есейес, қуанас, мұңаяс, ашуланас, бақыттан басыңыз айналып ұшқыңыз келеді кейде. Әртүрлі жағдайлар болады ғой енді. Өмір болғаннан кейін сол ситуациялардан кейіпкер қалай шықты? Соның барлығын кәдімгі өзіңіздің басыңыздан өткеріп отқандай сезінесіз ғой. Міне осындай сан алуан сезімдерді бастан кешіріп, сіз кейіпкерлермен бірге тәжірибеден өтесіз. Және бір ғана кейіпкер емес, бір кітаптың өзінде қанша кейіпкер бар. Ал сіз жылына бір кітап емес, мысалы айтайық, 100 кітап оқисыз. Есептеп көріңізші, қаншама тәжірибе жинақтайтыныңызды. Бүгінге осы да жетеді деп ойлаймын. Достар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Мен енді мүмкіндігінше қолым босағанда
маған тағы осы кітап оқудың қандай пайдасы тиді, өте көп тізім. Есіме түскенше осылай шығып сіздермен ой бөлісіп отырамын. Кітап оқи жүріңіздер. Амандықпен жүздескенше.